Бүкіл әлемдік мұнай кеңесі комитетінің кезекті отырысы келесі жылдың қазан айында Астанада өтеді. Дохада өтіп жатқан 20-шы әлемдік мұнай конгресіне осындай шешім қабылданды. Қалыптасқан дәстүрге сай, бұл жиын 3 жылда бір рет ұйымдастырылып отырады. Конгрестің биылғы ерекшелігі алқалы жиынның тұңғыш рет таяу шығыста өтіп жатқандығы. Оның жұмысына Қазақстанның атынан 2008 жылдан бері мұнай кеңесіне мүше Қазэнерджи қауымдастығының өкілдері қатысты. Конгрестің салтанатты ашылуына дейін ұлттық комитеттердің отырысы өткен болатын. Кувейт пен Катар мемлекеттері Қазэнерджи қауымдастығы негізін құрайтын қазақстандық комитеттердің құрылымына ерекше қызығушылық танытты. Дохада сондай-ақ әлемдік мұнай кеңесі комитетінің кезекті отырысын 2012 жылдың күзінде Қазақстанда өткізу жөніндегі Астананың бастамасы да қолдау тапты. Мұнан өзгеде мәселелер көтерілді. Соның бірі мұнай конгресі қатарына 2017 жылы қабылдануға үміткер елдердің тізімін іріктеу жайы. 2014 жылғы жеңімпаз белгілі. Ол Ресейдің Санкт-Петербург қаласы. Тағы бір айтулы жаңалық, әлемдік мұнай кеңесін 6 жыл басқарған канадалық Рендал Госсен өз орнын бразилиялық Ренато Тадо Бертаниге босатты. Жиында инновация, бағаны реттеу, сондай-ақ табысты саладағы жемқорлықпен күрес мәселесі де көтерілді. У нас есть Координационный совет по законотворчеству. Бізде құқықтық мәселелер бойынша үйлестіру кеңесі, арнайы аккредиттеуден өткен заңгерлік компаниялар және мұнай-газ саласындағы заңгерлер қауымдастығы бар. Осылардың барлығы күш біріктіріп, бас прокуратура, ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті сынды органдармен бірлесе әрекет етуі тиіс. Менің ойымша, осындай әдіс арқылы мұнай-газ саласындағы сыбайластықты тамырымен жоюға болады. Газ экспорты бойынша елеулі басымдыққа ие Катар елі көгілдір отынның бағасына қатысты мәселені белсенді түрде көтерді. Билік өкілдерінің пайымдауынша газ құны мұнай бағасына сәйкес болуы тиіс. Алайда аталған мәселені аса құптай қойғандар болмады. Жиынға келген жаһандық энерго нарығы алпауыттарының мүдделері де әрқилы. Кооперацияның қажеттігі жөнінде әңгіменің осы жолы бір ауыздан көтерілуінің тегін еместігі аңғарылады. Қазақстан болса газ өндіруді ұлғайтып қана қоймай, жаңа технологиялық деңгейге жетуді көздейді. Дохада Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жетекшілері Shell компаниясының зауытында болып, заманауи өндірістің ғажайып мүмкіндіктерімен танысты. Этот завод в первую очередь является объектом, который производит нефть. Бұл зауыт бірінші кезекте мұнай өнімдерін өте жоғары сапамен, заманауи технологиямен өндіретіндігімен ерекшеленеді. Мұндағы жұмыстармен жан-жақты әрі мұқият танысу арқылы қызықты да пайдалы мәліметтерге қанықтық. 20-шы әлемдік мұнай конгресінің алғашқы күні осылайша өрбіді. Ал желтоқсанның 7-сіне Қазақстанның министрлік секциясы өтеді деп жоспарланған. Онда мұнай және газ вице-министрі сөз сөйлейді. Әлем назарын аударған жиында қаржылық дағдарыс жайы да сөз болмай қалмады. Катар әмірі, егер күш біріктірсек, бұл қиындықты жеңіп шығамыз деген пікірін жеткізді. Базаркүл Алтыншева, Анар Каринтаева, Алмас Жылбаев, Астана телеарнасы.